серіктестік өкілдері осы жерде қатысып отыр. Комиссия мүшелері сұрақтарыңыз бар ма? Представитель бір қысқаша айтып өтсе өзі. Ассалаумағалейкум. Мен Атамұратов боламын, Мәскеу. Әлеке, сізді ести алмай жатыр? Телефон берейін. Алып қойшы. Даусын қалай жүрсіз? Бар даусы ма? Артын қозғыш. Мына жер сынып кеткен осы. Осы. Қысқаша айтқанда осылай. Несі? Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Енді анау біз Сарысты Ғалымжан болады есімі. Тарихи мәдени мұраның орталығы. Бізде бір мәселе күнге байланысты сараптама қыламын екен ол жерде уран өндіреді. Нет жаңағы сол жерге байланысты ескертіштер бар немесе жоқтығы жөнінде арнайы сараптама жасалды ма екен? Сараптама жасалмаған шығар, да өкіл айта аласыз ба? Сараптама ол жайында ешқандай сараптама бізде жоқ. Ескерткіштер дейсіз ба? Ол айдалада ескерткіштер жоқ ол жерде. Потому что көп жерін біз алып қойғанбыз ғой. Біз тек қана мынау орнатылыпқа деген азғантай жер қалған соларды алмақшымыз. Ол жерде болмауы мүмкін. Былай қыламыз. Протоколға жаңағы замечание қосамыз. Земпроект жасалған кезде сараптаманы обязательно алып келесіз. Сараптама бермей біз қаулыны шығармаймыз. Бұған дейін де осы біз қолданып келатып, біздің мамандар түсіндіреді, қаяқтан алуға болатын координаттарын береді жаңағы исторический памятниктер болу керек та енді ол жерде. Түсінікті ғой да? Түсінікті. Иә, түсінікті. Бұған дейінгі комиссия отырысында осындай мәселе көтеріліп жүр, сараптамасын алып жүр азаматтар, компаниялар. Ол негізі заңда жазылғанда сосын бір келісіп қой да? Иә, түсіндім, иә. Онда протоколда осыны көрсетеміз. Басқа сұрақтар бар ма? Басқа сұрақ жоқ. Ағатушыш, қайырлы күн. Арасында бассейн инспекциясынан мына сұрай деген 7-27 гектар дегенде біз анықтап алмадық та, бұл негізі Нұрасу Арсуский бассейнге қарайды, жаңа қаралып жатқан жер, Қарағанды. Мына 7-27 гектардың тұсында бір сорма, көлма тұрды, соны білмей отырмыз. Сол жөнінде мына компанияның өкілі айта ала ма? 7-27 гектар. Мына 6 гектар, 6 бөлікке бөлмес тұрыз, сол 7-27 гектары. Ол 7-27 гектар деген мынау солтүстік батыс жаққа жақында, ең соңғы жағында, ол жерде баяғыда артезиан скважина болған, содан аққан жаңағы пайда болған кішкене көлшек қой. Қазіргі уақытта біз оларды жою үшін сол бассейндерді ешкім қолданбаған үшін пока скважиналарды жауып қояйын деп жатырмыз. Неге дегенде ол жер кеуіп тұру керек. Ол жерлердің бәрі қазіргі уақытта негізі қамыс басып жатыр. Сол ғой мен сізге айтып отырмын. Егер қатты қажеттілігі болмаса, қосымша бірақ Нұрасу-Арсуский бассейніне келісім алу керек. Өйткені біз келісім бермейміз. Біздің бассейнге тікелей қарамайды Арасу бассейн инспекциясының жеріне. Түсінікті. Отырмыз енді Тербел көлдің жүйесі бар ғой, ол жаққа Сарысу келіп қоятын. Ол жерден 4 километр қашықсыздың ең жақыны Словесіне осы 7-7 гектар болып тұр. Жаңа айтып өттім ғой. Скважина бізге де бізден картада жоқ екен, бірақ біз қарап тауып алып отырмыз. Сол жерде бір көлшік қамыс та бар екен. Иә, дұрыс айтасыз.
Өзге сұрақтар болса, құрметті комиссия мүшелері. Сұрақ жоқ ау деймін, онда келесі неге көшсек қалай болады екен? Бірден дауысқа салып өтейік, осы табыстау мүмкіндігі бойынша оң қорытынды. Хорошо. Біз ұсынып отырмыз оң қорытынды жобасын табыстау мүмкіндігі бойынша. Дауысқа салсақ. Жаңағы сараптама жасалса қорытынды береміз ғой. Біз комиссияда айтылды ғой осыған дейін. Бізде тәжірибеде бар, комиссияның шешіміне, хаттамалық шешімінде еніп тұрады бір тармақ шешімі тұрады. Қалыс жоқ, онда екінші мәселе көшсек, құрметті комиссия мүшелері, бізде УШС деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұған дейін табысталған жер учаскесі бар, соның нысаналы мақсатын өзгерту жөнінде өтініш беріп отыр. Яғни бұған дейін уран өндіру үшін табысталған жер учаскесінің нысаналы мақсатын уран өндіру, жайғастыру және су тасқынына қарсы бөгет құрылысы үшін деген нысаналы мақсатты өзгерту сұрап отыр. Бұл мәселе біз бұған дейін қарағанбыз, бірақ дегенмен өтініш берушінің өзінің өтінішті қайтарып алуына байланысты тоқтаттық. Бізде жер заңнамасына сәйкес өтініш бергеннен кейін бұл комиссияның негізінде, комиссия қорытындысының негізінде барып тиісті нысаналы мақсат өзгертілетін болады. Құрметті комиссия мүшелері, сұрақтарыңыз болса, УШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі бар, біздерге тиісті жауап беретін бар. Бұған дейін Арал су бассейні ерекше пікір білдірді, жазбаша алдында қаралған комиссияда. Сол алдында қарағанбыз, құрметті комиссия мүшелері, бұл мәселені. Бірақ дегенмен УШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өтінішін атазбат етіп алуына байланысты бізде өткен 2 күн срок бар да шешім шығару жөнінде. Сосын қайтадан өтініш беріп, соны қайтадан қарап отырмыз комиссияда. Ал жер заңнамасында комиссия обязательно қарау керек несін, сосын барып шешім алған. Бір УШС представителі бір қысқаша айтып өтсе. Жақсы. Дауысы естілмей тұр. УШС. Дауысын ашып жіберсеңіз, дауысы. Дауысы ашылмады. Енді естіліп тұр ма? Естілді. Есім азамат болады, заң басында жүрді ғой. Қазіргі таңда жаңағыдай целевой назначение өзгеріс кіргізу жөнінде жұмыстар жасалуда. Бізде как раз енді анау заңнамада көрсетілген талаптардың бәрін орындаймыз. Жаңағыдай проектінде көрсетілген бәрі жаңағыдай ешқандай несі алдында бір жаңағы бізде осы практика бар сондай. Бұл айтатынбыз. Комиссия мүшелері, сұрақтарыңыз болса қосымша қоятын өкіліне. Менде сұрақ жоқ. Өзге мүшелерде Жоқ. сұрақ болмаса дауысқа салсақ, нысаналы мақсатын өзгерту бойынша оң қорытынды жобасын ұсынып отырмыз. Өткендегі ерекше кешіресің, өткендегі ерекше пікір енді біз енді оған қарсы емеспіз деп қол қоя алмаймыз оған. Өйткені заңға қайшы келіп тұр қазір. Жақсы, бір мүше қарсы, қалған мүшелер бойынша оң қорытынды. Менде бір сұрақ бар, неге қарсы болып тұр, айтып жібере алған ма ол кісі? Неге қарсы болып тұрған? Аты жөнім тікелей маман ғой. Аты жөнім Зейнолла Тасболған, Арал бассейн инспекциясының басшысымын. Осы
комиссия құрамында қазір бірнеше жылдан бері. Ода Қазақстан Республикасының 125-ші су кодексінің 125-ші бабы бар. Егер су қорғау белдеуінде су орны жерлерінде болса, пайдалы қазбаларды өндіруге тыйым салынады деген. Бұл жерде Сырдария өзені мен Қалғандария деген сол жерде Қалғандария бар. 274-ші қаулымен 29-ші желтоқсан 2015 жылы қабылданған сол жерде су қорғау белдеуі болып жерге кіргізілген. Сол қаулыда да жазылған пайдалы қазбаларды облыс әкімімен бекітілген қаулы пайдалы қазбаларды өндіруге тыйым салынады деген. Енді біз қазір қол қояйық десек, біз түсініп отырмыз, бұл жерде қаншама әлеуметтік жағдай бар, мынау экономикалық жағдай бар. Бірақ заңға қайшы келіп тұр. Сосын охрана нелердің заңы бар, ода да дәл солай жазылған. Су қорғау белдеуінде пайдалы қазбаларды өндіруге тыйым салынады деген. Экологический кодекс деген қазір нақты бабым бар, бірақ 223-ші бапта. Экологический, ол жерде де осы сөз жазылған. Біз енді ол кісіге ұсыныс бергенбіз, егер ол жерде көп су жайылатын жер ғой, табиғи жайылатын жер. Мынау жаңағы айтып жатыр ғой, қорғаныс бөгетін салу бар. Бірінші қорғаныс бөгетін салып, содан кейін жаңа қаулыға изменение жасалған жағдайда ғана келісім бере аламыз. Өте дұрыс. Онда бұны сіздер мен айтып қалған кешіресіз. Өйткені өздеріңіз білесіздер ғой, судың зиянды әсері деген бар. Егер ол тем более уран, егер кішкентай бір зиянды әсері болса, қанша қауіп болатынын белгілі нәрсе ғой. Сондықтан жаңағыдай қорғаныс бөгетін салып, су қорғау белдеуін шамалы изменение беру керек. Содан кейін қарсы емеспіз. сіз мамансыз ғой, мен өте дұрыс айттыңыз, мен сізді қолдаймын. Рахметов Алмас, областной мәслихатының депутаты, мен сізді қолдаймын. Мен де қарсы боламын онда. Жақсы, құрметті комиссия мүшесі, бұл жерде сол дамбы салу үшін негізінен нысаналы мақсатын өзгертудегі басты мақсат сол дамбы салу құрылысын салу үшін. Сол үшін біз бұл жерде табыстап жатқан жоқпыз. Табысталған жер учаскесін нысаналы мақсат өзгертіп, құрметті комиссия мүшелері. Өзгеріскенде бұл заңға қайшы келеді, бұл жаңа маман айтқан сияқты өздерінің қорғаныс нелері жасасын да, сосын қайттан қарайды да бұны. Істегеннен кейін заңмен істеу керек қой, өзгеріске зиян әкелмейді. Құрметті комиссия мүшелері, бұл жерде сол дамбы салу үшін бірінші кезекте нысаналы мақсатында дамбы деген салу деген сөз болмағандықтан проектілерін жасай алмай отыр. Сол үшін нысаналы мақсат өзгертіп отыр. Дамбы салу үшін жерді табысталған жерде ондай сөз болмағандықтан нысаналы мақсат жоқ дамбы деген. Соған проектіге өкіл дұрыстап өзіңіздің мәселеңізді айтқан болмын. Бізде в общем қазір проект бекітілсе, уже соғыстың алдыға уже палатка, дамбы, бәрі жұмыстар жүріп жатыр. Енді қазір жаңағы Россельский инспекция қарсы отыр. Ол кезде лучше тоқтап қалайын дейді, по-простому жаңағы айтқанда, жай айтқанда. Енді қазір хотя бы проект бекітілсе, уже ары қарай іс-шаралар жасалынады. Полностью жаңағы экологический нормалар бәрі сақталады. Наблюдательство пальмалар қазір мысалға суды жаңағы тексеріп отыратын. Сонда да бізде ол бастап кезде уже бекітілген жаңағы ол проект негізі. На уровне министерства. Министерство бекітілгенде все равно местный орган шешеді ғой, местный орган бұны терең қарап отыр, бұлардың алдында тұр. Если бұлар қарсы болса, значит уже себеп бар. Негізі сіздер просто жеңіл оймен кеткілеріңіз келіп отыр, мен сөйтіп ойлап отырмын, мен бұл проектке қарсымын. Жеке басым. Жақсы, онда дауысқа салайық, құрметті комиссия мүшелері. Қабылда нысаналы мақсатын өзгерту мүмкіндігі оң қуатты жобасы отыр. Дауысқа салайық, құрметті комиссия мүшелері. Мен қарсымын. Қарсы дауыс беретіндер. Мен қарсымын. Саны болмас.
Қарсылар көбейіп кетті ма? Жақсы, онда сіздің біз комиссияның қорытындысында нысаналы мақсатын өзгерту бойынша теріс қорытынды қабылдап көпшілік дауыспен. Өзге сұрақ болмаса, сау болыңыздар. Басқа сұрағы? Хорошо, жақсы, аман болыңыздар.